Жақсы, енді сіздерге түсіндіретінім, бұл қазақ тіл ғылымы. Қазақ тіл ғылымы өздеріңіз көріп отырғандай, мынадай үлкен 4 салаға бөлініп көрсетілген экранда. Бірінші сала бұл бізде лексика саласы, екінші айтылатын сала бұл фонетикалық сала, фонетика саласы, одан кейін сөз жасамдық сала, одан кейін грамматика. Грамматиканың өзі екіге бөлінеді, морфология және синтаксис деп. Енді жалпы біздің бүгінгі осы сабақта қарастыратынымыз бұл лексика тарауы. Лексика тарауы деген не? Біз мәтін талдаған уақытта, тілдік талдауға келген уақытта осы төртеуін қамтуға тырысамыз. Енді бүгінгі жаңа айттым ғой, бүгін осы сабақта біз лексиканы қарастырамыз деп. Лексикада сөз мағыналары қандай болады? Тура мағына ма, ауыспалы мағына ма? Одан кейін сөздің мағынасы дегеніміз әрі қарай тереңдетіп түсіндіретін болсақ, мұнда қандай ұғымдар бар сөз мағынасында? Сөздің көп мағыналығы, синоним, амоним, антоним деген нәрсе бар. Бұл бір бөлігі, иә? Енді қайтадан басынан бастап түсіндіріп өтейік. Сөздің тура мағынасы дейтін болсақ, есіктің тұтқасы. Нақты барып ұстай аламыз, иә, есіктің тұтқасын. Ал адам өмір тұтқасы десе, онда оны ұстай алмаймыз. Яғни бұл ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Келесі гүл жайында айтатын болсақ, иә, раушан гүлі. Бақшадағы раушан гүлі дейтін болсақ, бұл тура мағына. Ал егер қыз өмірдің гүлі дейтін болсақ, онда ол ауыспалы мағынаға кетеді екен. Енді мысалға бас деген сөз бар. Бас. Адамның басы, сөздің басы, істің басы, кітаптың басы, жолдың басы, судың басы. Сонда ылғи да басталатын жері мағынасы. Ылғи да бас жағы екен. Яғни басталатын жері. Сол сияқты аяқ. Сөздің аяғы, істің аяғы, жолдың аяғы, судың аяғы, кітаптың аяғы деп ылғи да аяқталатын жағын, онда біз аяғы деп айта алады екенбіз. Сонда көп мағына беретіндігі бұның тек мағынасында. Я, көп мағыналы сөздерде. Ал енді синоним дейтін болсақ, бір мағынаны мысалы әдемі, көрікті, ажарлы, сымбатты, келбетті дейтін болсақ, онда біз бір мағынаны, әдемілік мағынасын көп сөзбен беріп тұрмыз. Бұл синоним болады. Ал амоним дегеніміз бұл ара. Мысалға ара, иә, екі ара бар. Біреуі отын аралайтын ара, екіншісі ұшып жүрген ара. Сонда екеуінің суретінде ешқандай ұқсастық жоқ. Тек жазылған әріптерінде ғана ұқсастық бар. Ара деген екеуі бұл амоним бола алады екен. Бағанағы бас дегенде жазылған әріптерінде емес, ұқсас мағыналық ұқсастығында болғандықтан оны көп мағыналы сөз дейміз. Ал амонимде жаңа суретінде, иісінде, қызметінде екі араның ұқсастық бар ма? Жоқ. Тек қана әріптерінде ғана ұқсастық бар екен. Антоним дегенді өздерің білесіңдер, анти деген бір-біріне қарама-қарсы. Яғни мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Оған биік, аласа, жоғары, төмен деген сияқты осындай мағынадағы сөздерді жатқызуға болады екен. Одан кейін лексиканы зерттейтін объектісіне жалпылама лексика. Яғни күнделікті қолданылып жүрген сөздер бар. Одан кейін қолданылу аясы тар сөздер. Қолданылу өрісі тар сөздер. Бұған не жатады? Бұған кәсіби сөз жатады, диалект сөз жатады, термин сөз жатады, кірме сөздер жатады, көнерген сөздер, неологизмдер, одан кейін табу сөздер жатады. Ал енді түсіндіріп өтейік. Қолданылу аясы тар сөздер дегеніміз не? Кәсіби сөздер. Мамандықпен кәсіпті шатастырып алмайық. Мамандықты біз білеміз, диплом алып шығамыз, иә? Ал кәсіп деген
Бұған ешқандай да дипломның қажеті жоқ. Мысалға, егіншілік кәсібі, тігіншілік кәсібі. Кәсіп қой, иә? Сосын аспаздық. Оны кәсіп деп айтсақ болады ғой, иә? Енді қарайық, су суаратын, мысалы, егіншілікке қатысты. Кетпеннің небір түрлері бар. Атыз, жүйек, оман арық дейді. Сондай бір арықтың да неше түрлері бар. Біздің де неше түрлі, етік тігетін біздің де түрі бар. Иненің де түрі бар. Мысалы, жуалдыз деген не? Ол тебен ине. Басқаша айтқанда, сол кәсіпке байланысты. Одан кейін егіншілік кәсібіне байланысты, тағы да мақта шаруашылығына байланысты. Қоза дейді. Шиет дейді. Шитмай деген естулерің бар ма? Бұл мақтаның мақтаның май алынатын несі, бөлігі. Ана мақтасы кетіп қалады да, қалған бөлігін сығып отырып, соның майын алады. Соны шит май дейді. Шит деген. Қоза, пая, шит деген. Бұл да кәсіби сөздерге жатады екен. Келесі бізде диалект сөздер. Бұлар жергілікті тіл ерекшелігіне байланысты сөздер. Қолданылатын сөздер. Мысалға, оған біздің территориямыздың көршілес қай мемлекеттерге жақын екендігіне де байланысты болып кетеді. Немесе ұйғыр ауданында көбінесе ұйғырлар бар, иә? Сонымен дәсмал дейді, сондай бір сөздерді ұйғырлардан өздеріне ауыстырып алып, мысалы, диалект етіп, кірме сөз етіп алып алғандар да бар. Ал енді жергілікті бір диалект сөздер дегеніміз, жергілікті тіл ерекшелігіне байланысты сөздер деп айттық қой, иә? Мысалға, диалектіден тағы да шығыста шелекті кәтел деу мүмкін. Кәтел дегенің бұл котел дегенге байланысты, иә? Соны өзімізше ерекшелеп диалект қылып алып алдық. Одан кейін кәтел деп айтады. Сосын батыста сібішке дейді, сіріңкені сібішке дейді. Стенаны, қабырғаны жар дейді. Тағы бір жақта дуал дейді, үйді там дейді. Тағы да не дейді? Шалбарды сым дейді. Сосын тағы да диалектілер бар ғой, әр жақтың өзіне тән. Мысалы, дарбаза деп айтады. Тағы да өлә деп айтады, иә, оңтүстікте. Сол сияқты осындай жергілікті жердің тұратын өлкесіне байланысты қолданылатын сөздерді бұл диалект сөздер дейміз. Оның ішінде кейбір кірме сөздер бар деп айтсақ та болады. Енді кірме сөздер басқа тілден бізге еніп қолданысымызға кіріп кеткен сөздер. Оның ішінде біз кірме сөздерге самауыр, бәтеңке, кровать, кереует, кірпіш, пән, алгебра, мұғалім деген осындай әдебиет, осындай сөздерді біз кірме сөз дей аламыз. Бастапқылары орыс тілінен енген сөздер болса, кейінгілері араб тілінен енген сөздер. Келесі термин сөздер. Бұл біздің оқып жүрген 14 пән болса, сабақта, иә, мектепте 14 пән болса, соның әрқайсының саласына байланысты терминдер, арнайы терминдер болады. Оны барлығы түсінеді. Мысалы, халықаралық терминдер болуы мүмкін. Ішінде елдің бәрі түсінетін. Мысалы, биологияға байланысты, иә. Микробтар, тағы да не, математикаға байланысты синус, косинус деген сияқты. Оны өздеріңіз білесіздер. Одан кейін бізде көнерген сөздер историзмдер мен архаизмдер деп бөлінеді. Историзм дегеніміз, яғни тарихи сөздер. Ол сол тарихтың парағында қалып қойған сөздер. Көнерген сөз. Қазір уәзір деп ешкім қолданбайды ғой. Уәзір деген. Ол сол тарихтың историясында қалып кетті. Сол тарихтың парағында қалып кетті. Оны тарихи сөздер дейміз. Одан кейін архаизмдер дегеніміз
бұрын қолданыстан шығып кеткен, кейін қайтадан қолданысқа енген сөздер болады. Оған бір мысал, сарбаз. Бұрын қазақтарда кеңес өкіметіне дейін сарбаздар деп қолданып келген, кеңес өкіметі кезінде солдаттар деп қолданды да, қайтадан Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін сарбаз деп қайтадан қолданып жүрміз. Сонда архаизм дегеніміз археолог сияқты қазып алып, қайтадан қолданысқа енгізген сөздеріміз. Неологизм дегендер, сіздер түбіріне қарап біліп отырғандарыңыздай, new деген жаңа дегенді білдіреді. New жаңа, яғни жаңадан енген сөздер. Бұрын космос дейтін едік, кейіннен ғарыш деп. Космонавт дейтін едік, кейіннен ғарышкер деп қолданып жүрміз. Бұлар неологизмдер. Келесі табу сөздер. Бұлар қандай сөздер? Қазақ жалпы бір нәрсеге байланысты өздерінде бір қорқыныш болатын болса, сол жоғалтып алу деген қорқыныш, көбейіп кету деген қорқыныш. Сондай бір сөздерді атауға болмайтын сөздер бар. Егер де мысалға қайын атасының атын, қайнағасының атын айтатын болса, қайын сіңлісінің атын айтатын болса, оны тікелей айтса, онда жамандық тура сол адамды барып тауып алу мүмкін дейді де, оны басқаша атаумен береді. Мысалға, қасқырды көбейіп кетпесін деп, ұлыма деп айтады, жылан көп болып кетпесін деп, ыс деп айтады, немесе ұзын дейді. Содан кейін, мысалға, қайын сіңілдерін Еркежан деп атауы мүмкін, батыр қайнағам деп атауы мүмкін, Сонда осындай сөздерді біз лексиканы айтқан уақытта, лексикалық талдау жасаған уақытта осыларды біз қолданамыз. Тағы да айтатын нәрсе, жалпы қолданыстағы сөздер, қолданылу аясы шектеулі сөздер, сөздердің лексикалық мағыналарынан кейін қанатты сөздер бар. Бұл бізде мақал мәтелдер. Сосын лексикада, лексикалық талдау жасағанда метафоралық тіркестерді айтсаңыз болады. Яғни бейнелі сөздер. Бейнелі сөздер. Содан кейін жаңағы алдыңғы слайдта менде қазір болған жоқ. Мына айта кетейін, эвфемизм мен дисфемизмдер. Деген сыпайы, д деген дөрекі деп түсіндіремін мен оқушыларға. Міне, дисфемизм, д дөрекі сөздер. Эвфемизм ол сыпайы сөз. Эвфемизм сыпайы, д дөрекі, яғни дисфемизм. Кешіріңіз, мысалы, боқ десең, дисфемизм. Ұлы дәрет деп айтса, онда ол эвфемизм. Келесі, тағы да бір талдаған уақытта сөздің шығу тегіне байланысты жалпы қарастырсаң болады. Негізгі мағынасы, яғни түпкі мағынасы. Одан кейін туынды мағынасына назар аударсаң, кейін осындай мағыналар туып кеткен. Ол туынды мағынаны айтатын болсақ, оның ішінде ол қайсысы екендігін айту керексіздер. Егер мысалы араб тілінен енген, моңғол тілінен енген, орыс тілінен енген сөздер болса, оларды кірме сөздер деп айтып көрсетеміз. Енді фразеологизмде осы лексиканың ішіне кіреді, метафоралық тіркестермен қоса тұрақты сөз тіркестері. Яғни фразеологиялық байлаулы мағынасы қандай дегенде фразеологизмдер мына жерде бізде көрініп тұр, ол мынандай қызмет атқарып тұр деп солғанда лексикалық талдаудың кезінде тоқтайсыздар. Енді тест сұрақтарына келейік. Жалпы өзі лексиканың зерттеу объектісі қайсы болады екен? Лексиканың зерттеу объектісі. Яғни лексиканың зерттеу объектісі бұл сөз. Біз ана сөз деңгейінде, сөйлем деңгейінде, дыбыстық деңгейде, сосын азат жол деңгейінде, мәтін деңгейінде деп талдайтын едік қой. Сонда сөздік деңгейде талдайтын болсақ, онда біз міндетті түрде лексикаға тоқталып жатырмыз деген сөз. Енді амонимді қатарды көрсет дейтін болсақ, мына
екі арық пен мына арықтың арасында бір байланыс бар ма? Арық мал, сосын су ағатын арық. Екеуінің арасында мағыналық байланыс бар ма? Жоқ, иә? Ал мына арық семізіміз антоним, мына арық көтерем, бұл синоним. Жауабы амонимді қатар бола алады. Енді антоним. Ыстық, жылы, тез, кел, тез, баяу. Қайсысы антонимді қатар бола алады? Әрине, ыстық пен суық болса антоним болатын еді, иә? Тез, сосын баяу, бұл антонимді қатарға жатады. Синонимді қатар. Ыстық, суық болса антоним. Ыстық немесе жылы дейтін болсақ, бұл синонимдік қатар деп көрсетіп қойыпты. Мында ыстық су деген әшейін сөз тіркесі. Келесі табу сөзді көрсет. Табу дегеніміз қасқыр көбей кетпесін деп, оны басқаша не деп айтады? Ит құс деп айтады, иә? Мына жерде Бауыржанның иті дегенде тура мағына. Қасқыр тиіпті деген, бұл да тура мағына. Қасқыр жеп қойыпты деген сияқты. Қасқыр тістеп апты. Енді тұрақты сөз тіркесі ит өлген жерде, яғни құрамындағы сөздерден мүлде басқа мағына берсе, ол тұрақты сөз тіркесіне жатады. Ал жақсы ит өлігін көрсетпейді дегенде, бұл мұнда мақал. Ит жеті қазынаның бірі десек, бұл сөйлем. Келесі мақалды көрсет. Қыз өссе, елдің көркі. Қыз мінезді жігіт деген, бұл енді бізде сөз тіркесі, иә? Сөз тіркесі болып тұр. Қыз мінезі қандай? Тағы да астарлы мағынасы. Сыпайы деген сияқты. Сонда бұлның жаңағы қыз мінезді жігіт деп тура мағынада айтып тұрған жоқ. Сыпайылығын білдіріп тұр, иә? Эфемизмді тап дейді. Эфемизмді тап дегенде, деген эфемизм деген сыпайы. Эфемизміз бұл жерде өлді деген дисфемизм болады. Дисфемизм, дөрекі, дөрекі деп айттық қой. Эфемизм осы жерде бар ма? Айтты, ескерді, өлді. Жоқ, мынау бізде дисфемизм болады. Табиғат құбылысының атауы ызғырық. Бұл бағанағы біздің негізгі сөздік қор. Негізгі лексикалық сөздік қорда не бар? Ызғырық деген табиғат құбылысының атауы бар. Сөздік құрам деген. Енді мұнда бауырларым дегенде қанша мағына бар дейді? Бір лексикалық, үш грамматикалық. Яғни туысқандарым деген сөз. Бір лексикалық мағынасы. Бауыр түбірі, лар көптік жалғау, тәуелдік жалғау дегеннен кейін, мұнда түбірден кейін үш грамматикалық құрамы бар екен. Келесі, мына үзіндіден көнерген сөздерді тауып, көнерген сөздің қай түріне жататынын айт дейді. Көнерген сөз. Көнерген сөз дегеніміз жаңа айтып кеттік. Қандай түрі бар дедік? Архаизм мен историзм деген, иә? Яғни тарихи сөздер мен архаизмдер. Найза деген бар ма? Қорамсақ деген бар ма? Жебе деген бар ма? Найза, қорамсақ, жебе. Осы үшеуі не болады? Көнерген сөз болады екен. Көнерген сөздің қай түрі? Біз оны қазір келесі сабақта өзіміз айтамыз. Енді кірме сөзді тап дейді. Кірме сөз. Самаурын, иә? Себебі самауыр дегеніміз бұл орысша самовар, өзі қайнатады деген сөз. Антоним. Дария, көл, бай, жарлы, диханшылық, қатерсіз ел. Бай мен жарлы. Бұл бір-біріне антоним. Жаман, жақсы. Бұл бір-біріне антоним. Тұрақты сөздердің мағыналарын анықтаңыз дейді. Ит терісін басына қаптады, яғни ұрысты. Қыздың жиған жүгіндей әдемі жинақы. Жұмған аузын ашпау, сөйлемеу. Ат ізін салмау,
бармай қою. Көрер таңды көзімен атыру, ұйықтамау. Көзді ашып жұмғанша тез. Төбе шашы тік тұрды, шошып кетті, таң қалды деген білдіреді. Жақсы, енді дифемизм мен эвфемизмге келейік. Дифемизм дегеніміз ұры дейтін болсақ, дөрекі айтып тұрмыз, иә. Қолының жымысқысы бар десек, онда эвфемизм деп айтамыз. Зағип десек, эвфемизм. Соқыр десек, дисфемизм. Енді кәсіби сөз бұл қоза. Қоза, пая деген бұл жаңа егіншілікке қатысты сөздер, бұл кәсіби сөз. Әсіресе мақта жинаған уақытта, иә, мақта шаруашылығында. Термин сөздер. Бұл глобус. Географиядан осындай термин бар. Глобус деген. Табу, қасқыр көбейе кетеді деп, оны ұлыма деп айтады, иә. Тағы да Еркежан. Егер бұл қыздың атын атап қойсақ, онда оны жаман бір нәрсе иектеп алады деп, оны Еркежан деп айтады. Сосын уәзір деген көнерген сөз. Қазір оны қолданбаймыз ғой, бұл историзм. Ғарыш деген жаңа сөз. Әдемі, көрікті деген синоним. Пән деген бұл араб тілінен келген кірме сөз. Пән, әдебиет, алгебра дегендер, иә. Мұғалім, мұғалимус ассани деп, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп Әл-Фарабиде айтқан. Мұғалимус ассани деп. Мұғалім, пән, алгебра деген тағы да біраз сөздер бізге ғылымға қатысты, ол араб тілінен келген сөздер. Терең өзен тура мағына болса, өткір тіл бұл ауыспалы мағына. Келесі, ит арқасы қиянда, яғни алыста. Бұл тұрақты тіркес. Тұрақты тіркес екен қайдан білеміз? Құрамындағы сөздерден мүлде басқа мағына беріп тұрғандығынан білеміз. Суретті мысалы сүгірет деп айтады. Маңдайды маңлай дейді, маңлай. Көңіл айтты дегенде кеуіл айтты дейді. Кеуіл деп айтады. Бұл да диалект сөзге жатады екен. Жарайды, ендеше синоним сөздер мына жерде қайсы деп ойлайсыздар? Амандасу, есендесу деген жатады, иә. Ағаш ұсталығына қатысты сүргі, яғни ағашты тегістеп түзулейтін құрал бұл сүргі деп аталады. Эвфемизм өлді дегенде, мысалы, бақиға аттанды деп сыпайылап айтамыз. Мырза жігіт кенже бала деген, бұл да табу. Өйткені бұларды жаман нәрсе иектеп алады деп басқа сөзбен айтады. Жамандық келмесін соларға деп. Келесі, антоним бұл қарама-қарсы сөздер. Жаңа сөздеріміз. Кеден, зейнеткер. Мына имтихан, әдебиет деген бұл да араб тілінен келген сөздер. Ал бізде жаңа сөздеріміз кеден, зейнеткер. Математикаға байланысты бөлшек, квадрат дегендер терминдер. Белгілі бір аймақта қолданатын сөздер диалект сөздер. Диалкетте басыл кетті мына жерде. Тұрақты тіркестің әдеби баламасы анықта. Төбе шашы тік тұрды деген тұрақты тіркесе. Мақалдың жалғасы оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деп айтылады. Жақсы, ендеше балалар, біз сабақта енді лексика бойынша қарастыратымыз негізі осы. Енді